Сәлем достар, бүгін сіздермен өте оңай салат жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Соңында сіздерге бір құпияны айтатын боламын. Менің каналымды жоғалтып алмау үшін подписаться түймешесін басып тіркеліп қойыңыздар. Бізге дәл осы заттар қажет болады. Ең алдымен болгар бұрышымызды әдемілеп дәл осы видеода көрсетілгендей ұзынша етіп турап алатын боламыз. Турап алған болгар бұрыштарымызды ыдысымызға саламыз. Ал енді қызанақтарымызды турап алатын боламыз. Дәл осы видеода көрсетілгендей жарым ай формасында турап алатын боламыз. Турап алған қызанақтарымызды ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді қиярларымызды турап алатын боламыз. Қиярларымызды тең ортасынан екі бөлікке бөліп, видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша турап алатын боламыз. Турап алған қиярларымызды ортақ ыдысымызға саламыз. Сарымсақтарымызды ең алдымен дәл осылай езіп алып, майдалап ұсақтап турап шығамыз. Турап алған сарымсақтарымызды да ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді шампиньондарымызды дәл осылай тең 2-3 бөлікке бөліп аламыз. Шампиньонды қолдансаңыздар да болады, қолданбасаңыздар да болады. Турап алған шампиньондарды ортақ ыдысымызға саламыз. Ал енді алдын ала пісіріп алған етімізді дәл осы видеода көрсетілгендей жұқалау етіп, ұзынша етіп турап алып, қызып тұрған табаға салып, қуырып алатын боламыз. Кішкене қуырып алғаннан кейін соевый соусымызды салып, тағы да кішкене қуырып алатын боламыз. Қуырып алған еттерімізді ортақ ыдысымызға саламыз. Тұз, қара бұрыш, қызыл бұрыш және сәбіздің дәмдеуішін салып, жақсылап араластырып аламыз. Дәл осылай аскөкпен кинзада қосуды ұмытпаңыздар. Өзіңіздің қалауыңызға байланысты бұл салатымызға көкпияз да қоссаңыз болады. Турап алған көкөністерімізді ортақ ыдысымызға саламыз. Енді қасықпен жақсылап бірдей болғанға дейін араластырып аламыз. Кішкене соевый соус құйып жібереміз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің салатымыз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай, дәл осындай аппетитный, өте тез әрі жеңіл салат болады. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Сіздерге айтайын деген құпиям, келесіде шығатын дәл осындай ерекше дастарханның көркін ашатын тағам. Осы тағамды жіберіп алмау үшін менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарийға өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар және қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.